Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын қытырлақ вафли жасаймыз. Бар болғаны 4 қана заттан жасалады. Ол үшін бізге сары май, жұмыртқа, қант және ұн керек. Алдымен бөлме температурасында сары майды миксерлеп аламыз. Үстіне қант қосып, ерігенше тағы миксерлейміз. Енді үстіне 5 жұмыртқа салып араластырамыз. Соңында ұн қосып, біркелкі қаймақ тәрізді масса шығарамыз. Енді вафельницаны қыздырып, бір қасықтан құйып, қалаған формаңызда жасай бересіз. Піскен соң бірден ору керек. Әйтпесе тез қатып қалады. Міне достар, қытырлақ вафлилеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.